Ассалаумағалейкум, қарақалпақстанлылар, қалайсыздар? Жақсымысыздар? Тіпті шынын айтқанда не дерін басарым білмеймін. Әмеңіз білесіз, әмі Қарақалпақстанда не жағдай болып отырғанын. Құрметлі Қарақалпақстанлылар, сонда ертең әме затымыз болғанша болып отырды. Мына паспортыңда, Загран паспортыңда, мына паспортыңда Қарақалпақ миллеті жазылмайды. Біздерден сұрады ма? Біздер кімбіз өзі? Қарақалпақларымыз ба, өзбеклеріміз бе? Әрбір Қарақалпақстанлы адам, Қарақалпақ миллетіндегі адам өзін сұрау беру керек. Біздер адамбыз ба, я темірміз бе? Кімбіз өзі біздер? Маған басқа сөзім қалмады. Мен сонша жазамын, қараймын сайтларға, интернетте. Өзіміздің миллетіміз сақлап қалу үшін единственный паспортта жазылу шартты түрде Қарақалпақ. Загран болсын, внутренний паспорт болсын, обязательно Қарақалпақ болуың шарт. Ол не? Миллеттің келешегі жоқ болып барды. Біздер ертең келешекте бар ғой, археологтар іздейді, динозаврларды іздегендей іздейді, біздер тауып жоқ болып кетеміз миллетіміз, Қарақалпақ миллеті. Динозаврларды, неандерталец адамдарды, басқа мен мындай сөздер сөйлеп біле алмаймын, мен сұлу саяси сөздер сөйлеп біле алмаймын. Мен де деген нетсем болады, мысалға деген Қарақалпақларға айтып, өзім Қарақалпақпын. Әкем Қарақалпақ, шешем қазақ. Россиян қазағы, Қазақстанда да қадайларым көп, нағашыларым. Қазақ болып кетейін бе, может быть. Жүре береміз бе, отырып, қорқып отыра береміз бе, сөйтіп деп, ой деп. Постоянно біздің Қарақалпақ халқы деген біреуді айыплап келген, біреуді айыплап келеді. Постоянно билерін айыплайды, ханларын айыплайды, тарихын оқып барсаң. Еш уақытта ешбір Қарақалпақстанның өзін айыпламайды, Қарақалпақ миллеттегі. Постоянно әрбір Қарақалпақ өзін айыплау керек үйеді деген тормозлығына арасын айтқан, қорақылығына. Мен постоянно мына сөйлеп отырмын ба, мен өзімнен көремін, ешкімнен көрмеймін мен ешкімнен. Қарақалпақлар ояныңлар, намыс болсын. Отыра бересіздер деген постоянно. Мына біреудің квартирасын сөйлеп отырмын, мына досым шығарып арасын айтқан. Мағанам жақпайды. Мен отырсам болады, кетіп қалсам, мен ата тегім, ата мәканым Қарақалпақстан. Қарақалпақ болғым қалам келеді. Қарақалпақ болып туылдым ба, Қарақалпақ болып өлгім келеді. Паспортыңда деген миллетің жазылмай не, позор болды. Әмі ар-намысымыздың шегімізге жетті ғой енді. Айта берсең гәп көп. Біреуді айыплап отыра бересіздер ме, Қарақалпақлар, Қарақалпақстанлылар? Өздеріңіздің көретін уақыт келмеді ме енді? Өздеріңіздің көретін әрбір Қарақалпақ жігіті, қызы ешкім біздерді құтқармайды, онам құтқармайды. Керек болса, ешкім құтқармайды саған. Он керек өзімізді өзіміз. Спасение утопающего, это дело рук утопающего дейді. Яғни айтқанда, Қарақалпақша аударғанда, шөгіп баратын адамның құтқарылуы өз қолының астында дейді құтқарылуы. Соны білесіздер ме? Әрекет болмаса пайда жоқ қой, сыртта интернет батырға болып, мысалға. Керегі де жоқ бұл деген. Болған сөйді өзбек көтесең болған. Маңнайын қадап қояды, мынай лайктап қадап қояды. Өзбектерге еш халқына, ешқандай мен қарсылығым жоқ. Олардан біздерде халық қиналып отқан. Мен керек көте тәзімам емін онда. Но, әрбір Қарақалпақ жігіті, қанында, тамырында Қарақалпақ орып тұрған Қарақалпақстан үшін патриот жігітлер әрекет ету керек. Өзінің даже президент айтып отыр, Мирзаев, өзіңіз талаптар құқығына ие деп. Сыйлайтын шығар өзінің гәпін, не болса да. Айтыңдар жалобыңызды, Қарақалпақстан, Қарақалпақ болып қалсын деп. Не қорқып отыра бересіз? Страустай болып, недей болып, жаңағы, недей болып, страуспенен тасбақадай болып. Басқа мен сөздер, мен ешкімді айыпла алмаймын, мен мысалға. Ешкімді айыпла алмаймын, мен өзімді айыплаймын постоянно, да. Ауылға да барсам, сол ақыл мысалға. Страус болып отыра бересіздер ме, жігітлер? Қарақалпақ миллетінің иесісіздер ғой сіздер. Ағалар, аталар, апалар.
қарындасылар кімдерге де сізден сұрады ма? Ешкім сұраған жоқ. Соны өздеріңіз айтпайсыздар ма сонда? Мен бір өзім не қыла аламын мысалы? Мен басқа сөздер білмеймін, простой сөздерді сөйлемеймін, мен ешқандай саясат емес. Сондай өздеріңіз ойланыңдар. Құр деген да, дұрыс, біздер жоқ айтып жатырыпты. Қарап отыра бересің. Бол, үлкен балық, кішкентай балықты жеп қояды. Өзі табиғат, закон сондай. Біздер жұтып жатырыпты. Неге қарап отыра береміз бе? Біздерде деген инстинкт самосохранения болмай ма өзі деген? Инстинкт самосохранения дейді. Любой адамда, халықта деген инстинкт самовыживания дейді. Болмай ма? Милли инстинкт болу керек. Әрбір халықта, әрбір адамда. Жүріппіз, не біреулеріміз Россияда өліп кетіп жатпыз, Қазақстанда өліп кетіп, ауылда неше аурудан өліп кетіп жатып, үндемей қарап отыра бересіздер ме соңында? Ауылда сөйлесе шығыз, әке шешең қарсы шығады, сөйлей берме. Сөйлей десең, қасыңда қатының шығады, сөйлей берме деп. Болды, паспортыңды Қарақалпақ деп жазмыз. Жоқ болдың сен, тамам болдың. Келешегің жоқ. Расын айтқанда. Айыпты постоянно деген біреуден төңкеріп керек болса. Ең күшілі деген авторитетный адамдарды қойсын Қарақалпақстанға деген. Любой президент, любой басшы чумон шығып кетеді сондай қылып, аузыңыз бірікпесе. Бір-біріңіз сатасыздар. Бір-біріңіз көре алмайсыздар. Аузыңыз бірікпейді, бір-біріңіз жаманлайсыздар. Мен Қарақалпақпын, дос Қарақалпақпын. Айтатын бар шын хақиқатта өзіңізге де айтайын да. Келесіңіз өлтірсеңіз болады, бәрі мен өлемін төнде өлеміз. Әмеміз өлеміз. Жының қайнайды, расын айтқанда. Ауыз өректе тек интернетте болса да батыр, реально шығып айтыңдар. Өзіңіз талап, құқыларыңыз талап етіңдер. Мен ешкімді бөлі айыплап отырғаным жоқ. Просто деген халық шөлкілместірген халда деген бір бірігіп арыздарын барып жазып, хакиматларға жазып, өзінің милетін, титульный милетпіз біздер мысалы. Өзінің арыз құқыларыңыз жазып, милетіміз қалсын. Возмущение, мен қарсыман. Конечно, титульный милет чумо болса, грубо айтқанда деген. Қасындағы милет түркмен, қазақ, өзбек дегілерген возмущение отыра береді түн. Орыс кәрісінге айтпай та қояйын мысалы. Біз үндемей отырып, қаяқтағы көтерілсін мысалға сөйлейді. Халықлар көтерілсін. Мен сіздерді орысқа төбелеске шақырып атқаным жоқ, ешкім шақыра алмаймын, қолымнан келмейді мысалы. Өздеріңіз ойланбадыңдар ма? Кіттай болса да титульный милет мысалы отырыпты мысалы, үндемей қойдай болып. Правасын качать ете алмай, правасын шығара алмай. Ауылға барсам сразу ауылда балық қылып тастайды. Аузыңнан авария болсын дұрыс. Басқа мен сөзім жоқ енді. Мен не деп сөйлеймін? Мен конституцияны айтып, конституция ешқандай былғанып отыр. Қарақалпақстанның конституциясы былғанып отыр. Дұрыс. Біздерді қиратып отыр. Мойныңызға алу керек. Армиясы күшілі, СМБ-сі күшілі деп отыра бересіздер бе? Ешкім біздерді құтқармайды. Құтқармайды да. Сондай бірігіңдер, ойласыңдар. Мына қыл үстінде тұрыпты, мына шаштай қыл милетіміз жоқ болып кетеді. Ертең динозаврдай болып іздегендей болып ученый, Қарақалпақ деген милет, динозавр. Ассимилия, Қытай деп ассимилировать етіп жіберді біздерді. Мынау не деп, неандертальцы адамдай. Ученыйды іздейді біздерді, Қарақалпақ милетін. Красный книгада да жоқ болып кетесің керек болса. Мен андеген мысалы білсем болады, байларым, қазақ менің мысалы, Россиян мысалы қазақ. Любой уақытта проблема емес, олар алып береді паспортты деген. Қаяққа барайын, ата-бабамның қан тамған жер, әкем Қарақалпақ болса, ата-бабаларым Қарақалпақ болса. Біздер қалай мысалы өздеріңіз ойландыңыз, өздеріңіздің Қарақалпақ милетіне мысалы садық болмай отырып мысалға. Сіздер қалай Өзбекстанға садық боласыздар мысалға?
өзіңіз ойлап көрдіңіз бе? Мысалы, қайсы погондағы емес. Қалай мысалы қарақалпақ өзіңнің міндетіңе садық болмай тұрып, сіздер қалай Өзбекстанға садық боласыздар? Мысалы, мен өзім семьяма садық емес пе? Мысалы, мен қалай мысалы Қарақалпақстанға садық боламын мысалы? Бұл күйінгендегі жүректегі, мен басқа шыдай алмаймын мысалы. Қалай мен өзіңіз ойланып көрің мысалы. Өзіңнің семьяңа садық болмай тұрып, қалай сен Қарақалпақстанға садық боласың? Қалаңа мысалы. Қалай Өзбекстанға садық боласың? Сұрау беріп көрдіңдер ме өздеріңізге? Мен білмеймін, мен адам басқа. Не сөз сөйлерінен білмеймін. Біздерді, конечно, қирата береді. Тихаря, зәһәрлей ме, әстен тират ете береді өзіндікін. Мен бұл обращение деген еш жоғарғыларға мен прямо халқыма айтамын постоянно. Мен халқымның құлыман. Қалесе мен халқым өлтіреді. Мен Алладан кейін екінші орында халқымды қоямын. Солардың қатарының бір ешкім емеспін мен. Мен шаңман жүрген, мен бытчатын шығарып жібереді, мен лөйоқта. Өзімнің қарақалпағыма қиратсын. Ауылда сөйлесең, аяққа тартады. Өзінің адам деген иммунитеті болу керек, национальный самосохранение, өзінің милли инстинкті болу керек. Мысалы, ізіңнен деген ит қуса, қасқыр қуса тас алып жүгіресің, өзінің самосохранение болу керек. Шартты түрде болу керек. Мысалы, жоқ болып кетеміз. Біздердің ата-бабаларымыз соққа дейін келген бе? Келеден сенім пайда етің. Бір-бірін сата бермең. Бір-бірін жаманлай бермең. Бірігін құр үйерді деген интернетте босылдай гәп болып кетті орысына айтқанда. Активный әрекет жоқ ауылда. Емес, ой, ана ердегідей ұрыс болып отқан жоқ. Ана қайсы мемлекетлер ұрыс болып жатыпты өзі деген. Үй бетте тыныш деп. Қаяқтағы тыныш үй бетте мысалы. Тыныш деп. Адым жерде патруль жүретін болса, сіздер өздеріңіз ойланып көрің мысалға деген. Сонда деген ертең Өзбекстанның МВД-сі жүрсін, несі жүрсін, әскер жүрсіздер қойған да, ертең марсианлардан жүрсе де қойған да. Бәрібір екен. Бәрібір екен да, үш қой бір маған. Конечно, біздерді аяй ма? Ешкім аямайды. Айтады ғой, әз адамды ұра береді. Ұра береді. Оған паспорт ол, паспорт. Мен конституция тілін білмеймін мен. Оқығаным жоқ қарасам конституциядан. Өтіп басқа миллетке келетін болса, ода уже басқа миллеттен бите бермеңдер, тиісе берің, айып өздеріңізде. Сондай.